Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі басталып жатқан курсқа қош келдіңіздер. Менің есімім Әсемай. Менде 150-ден астам оқушылар болды. Олардың 80% уже трейдингтағы рыноктың логикасын түсініп, 50%-тен көбісі уже профитке шығып жатыр деп айта аламын. Бұл мен үшін өте үлкен жетістік, және сіздер де Құдай қаласа олардан да қарағанда тезірек профитке жетулеріңізге өз үлесімді қосуға дайынмын. Ең алғашқы сабақ енді трейдинг дегеніміз неге көшсек, трейдинг дегеніміз не? Оны қарапайым тілмен түсіндірсек, трейдинг деген әртүрлі қаржылық активтердегі бағалардың айырмашылығынан ақша табу. Иә, негізгі қағидасы өте оңай. Ол арзанға сатып алып, қымбатқа сату. Бұл қағида барлық нарықтарда, валюталардан бастап акцияларда және криптовалюталарға дейін жұмыс жасайтын болады. Так, валюталарға, форексқа, доллар, евро, теңге сияқты валюталық жұптар сауда жасау, акцияларға Apple, Tesla, Каспи сияқты компаниялардың бағалы қағаздарын сатып алу және сату арқылы табыс табу, криптовалюталарда ең танымалы ол биткоин, цифрлық активтер өте жоғары волатильны болады және қысқа уақытта өте үлкен пайда алып келеді, немесе шығын әкелуі де мүмкін. Шикізат және металдар, алтын, мұнай, күміс сияқты тауарлармен сауда жасау. Жалпы біз осының барлығына біздің анализіміз валютаға да, акцияға да, криптовалюта, шикізат және металдардың барлығына келе береді. Сіз өзіңіз таңдайтын боласыз, өзіңіздің нақты инструментіңізді, иә? Инструменттерге осылар кіретін болады. Так, енді трейдинг және инвестиция бұл екеуі бір-біріне егіз сала. Трейдинг ол қысқа уақытта табыс табуға арналған, бағытталған жұмыс болса, инвестиция ол ұзақ мерзімді ұстап отыратын ақша табу бағытталған жалпы не ақша табуға бағытталған жол, инвестиция деп айтамыз, иә. Так, трейдер болу үшін не істейсіздер? Трейдер болу үшін бүгіннен бастап ең алғаш сіздерде брокер болу керек. Брокер дегеніміз не? Ол сіздерге көмектеседі. Сіздер через телефон, через ноутбук, через iPad любой нәрсемен бола береді. Брокерді толықтай несін тіркелу жағын бәрін біз жіберетін боламыз. Сауда платформасын орнату, MetaTrader 5 және оқу және тәжірибе жинау. Иә, оқу кәдімгі біздің курсты алып жатырсыздар. Тәжірибе жинау 6 ай бойы біз бірге сіздермен бірге практикаға қатысатын боласыздар бізбен бірге. Так, енді есепшот ашу, демошот ашасыздар. Алғашқы 3 ай міндетті түрде демошот істейсіздер. Демошотта тауып жатырған пайдалы, то есть демошот жасайсыздар. Одан кейін бір стратегия анықтайсыздар. Мысалы, біз үйретіп жатқан стратегияны тест жасайсыздар. 3 ай бойы тест жасайсыздар. Прям демошотта стабильный доходқа шыққан кезде ғана шынайы ақшаларыңызды саласыздар. Не үшін бұл? Себебі көп суммаларыңыздан жоғалтып, то есть өзіңіздің ақшаңыздан жоғалтып алмас үшін, не? Так, трейдингтің түрлері жаңа ғана айттық. Форекс, валюта нарығы, акциялар, криптовалюталар осы үшеу жатады. Бірақ бұлардың үшеуінің айырмашылығы бар. Бұл қандай айырмашылық? Бұларда тәуекел деңгейі және қажетті капитал, жұмыс уақыты айырмашылықтары бар. Форекстің айырмашылығы, иә, Euro USD, GBP USD, USD KZD дейтін сияқты, олар 5 күн тәулігіне 24 сағат жұмыс жасайды. Ал акциялар тек қана Қазақстан уақытымен кешкі уақытта Нью-Йорк биржасы ашылған кезде ғана жұмыс жасайтын болады. Нью-Йорк биржасы кешкі 6:30, вроде 5:30-нан бастап ашылатын болады. Криптовалюталар олар 24-те 7 жұмыс жасайтын және өте волатильдігі жоғары цифрлық активтер нарығы. Так, трейдинг стратегиясын құру. Ең бірінші стратегия құру үшін сіздерде не болу керек? Так, ең бірінші білім алу, одан кейін стратегияны анықтау, демошотты тестілеу және нақты нарыққа кіру. Яғни реал ақшамен кіру, иә. Трейдингтің негіздеріне не кіреді? Трейдингтің негіздеріне графиктер кіреді, яғни график неден тұрады? Ол свечадан тұрады және уровендерден тұрады, иә. Және техникалық индикаторлар. Жалпы біз өзіміз индикаторларды мүлде қолданбаймыз. Арасында болады, можно сабақтың соңында бір қосымша бір пайдалы индикаторлармен бөлісетін боламын, бірақ көбінесе бұған сеніп қалмаймыз. Біз нақты уровендерге сенетін боламыз, иә. Ол кәдімгі технический анализге жасатын болады. Так, свеча графиктері, иә. Бұл свеча, яғни біз японский свечамен график осы свеча арқылы
анализ жасайтын боламыз. Әрбір свеча белгілі бір уақыт кезеңдегі ашылу, жабылу, максимум және минимум бағаларды көрсетеді. Жасыл свеча баға өсті, қызыл свеча баға түсті дегенді білдіреді, иә. Қолдау және кедергі деңгейлері, яғни қолдау дегеніміз саппорт, кедергі деңгейі деген сопротивление, иә, яғни кедергі деңгейлері сопротивление жоғары жақта болады, саппорт төменгі жақта болады. Саппорт яғни поддержка, сопротивление ол жоғары жақта болады, кәдімгідей түсініп тұрсыздар примерно. Так, енді трейдингтің артықшылықтары мен тәуекелдері. Артықшылықтарын өздеріңіз примерно білесіздер, соны біліп келген шығарсыздар деген ойдамын. Артықшылықтары олар қаржылық тәуелсіздік, кез келген жерде трейд жасай алатын боласыздар, және стабильный доходқа да жетуге болады трейдинг арқылы. Икемдік кесте, иә, кез келген уақытта өзіңізге удобный уақытта ғана жұмыс жасайтын боласыз. Шексіз табыс таба алу мүмкіндігі өте жоғары. Және интеллектуалды мамандық, нарықты зерттеу арқылы, талдау арқылы және бүкіл әлемдік жағдайларды, геосаяси, геоэкономикалық жағдайлардың барлығын біліп отыру арқылы сіздерде жалпы әлемдік көзқарас, соның бәрі қорытындылай келе сіздерде андай өте үлкен білім қалыптасатын болады. Және аз бастапқы капитал, иә, алғашқы уақытта $100-дан $500 аралығында трейдпен жасауға болады. Так, глобалды мүмкіндіктер, бүкіл дүние нарықтарына қол жеткізесіздер. Так, енді тәуекелдері, риск обязательно болады, қаржылық жоғалтулар. Тәжірибесіз трейдерлер алғашқы 70-80% алғашқы жылдары шығынға ұшырайды. Психологиялық стресс болады, ақша жоғалтқанда эмоциональды шешімдер қабылдау қаупі артады. Нарық болжамсыздығы, ол не деген сөз? Нарықты ешкім 100% болжай алмайды, иә. Так, уақыттың шығыны, тиімді трейдинг үшін, яғни сіз стабильный доходқа шығу үшін өте көп практиковаться етуіңіз керек, өте көп практика қажет. Және плечо пайдалану арқылы, плечо деген не? Ол сіздер, брокер сізге қарызға ақша береді, соны сіз өзіңіздің ақшаңызбен қосып есептеу арқылы, яғни ол қарызға ақша берген қарызын төлеп жүрмейсіз, жай ғана ол сізге процент сияқты қосып береді. Процент дегенге де есептелмейді, ол нәрсені кейін толыққанды түсініп алатын болсаңыздар. Жалпы сіз оны қолданатын болатын болсаңыз, ол сізде қаншалықты көп қолдансаңыз, соншалықты табысыңыз артуы да мүмкін, соншалықты табысыңыз төмендеуі де мүмкін, иә. Алайық брокерлер, яғни лицензиясы жоқ брокерлерге ақша салу өте қауіпті. Так, алтын ереже трейдингке алтын ереже трейдингте ақша жоғалту алғашқы уақыттарда бұл нормально. Бірақ ол үшін ақша жоғалтқан кезде мүлдем өкінбейтін сумманы салыңыз всегда. Несиеге немесе соңғы ақшаларыңызды, өзіңіз жинап жүрген ақшаларыңызды немесе біреуден қарызға алып, ешқашан трейдинг жасамаңыз. Кеңесім сол. Қорытынды, трейдинг бұл мүмкіндік, бірақ өте үлкен жауапкершілік. Енді трейдинг саласына қош келдіңіздер. Құдай қаласа, осы курс арқылы жақсы табыстарға тезірек жетуге Аллах нәсіп етсін. Алғашқы сабақ аяқталды, енді келесі сабаққа доступ берілетін болады. Так, келесі сабаққа осы видеоны көріп болғаннан кейін ғана доступ берілетін болады, иә.